Сәлем достар, құрбылар, қыз келіншектер. Менде міне тағы да алдыңғы видеодағыдай тағы да менде осындай көйлек тұр. Бұл әрине менде үлкен размер. Міне жеңі гафри болып келген, 3/4 және етегі де сондай жоғары жағы майда гафри, асты жаңа слегка деген сияқты. Астыңғы юбкасы сондай, беліне дейін, кофтасы жаңағы обманка костюм болып, үстінен легкий жауып тұратын сондай дизайн. Мен енді осыны переделывать етемін. Міне көрдіңіздер ғой. Мынау үстінде как кофта есебінде легкий жауып қалады. Мынаусы жаңағы астарлық трикотаж. Ал ендеше кеттік. Видеоны аяғына дейін көріп тамашалаңыздар. Енді осы көйлектен қандай дизайнда ендеше мен осы көйлектің жоғарғы жағына мынандай фасонды жаңағы моделировать етіп көрсетемін. Мынау бізде жалпы лека аламыз. Мұны көріп тұрсыздар, бұл жерде ешқандай выточка көрсетілмеген. Ендеше осыдан біз былай дизайн шығарып аламыз. Мына мойын ойындысынан төмен қарай 11 сантиметрді аламыз. Мына 11 сантиметр. Қолтық ойындысынан төмен қарай 8 сантиметрді аламыз. Енді осы екі нүктені бір-біріне қосып шығамыз. Тік емес. Міне былай түсіреміз. Так, сызық көрінді ғой сіздерге. Міне осылай түсіреміз. Былай қарай 11 сантиметр, қолтықтан төмен қарай 8 сантиметр. Енді мынау иық сызығынан 2 сантиметр белгілейміз. Тағы да 2 сантиметр, тағы да және тағы да 4 нүктені белгілеп аламыз. Бірінші жасаған нүктемізді біз 11 сантиметр түсірген нүктемізге алып кеп қосамыз. Мына біреу кетті. Енді мына жақтан да 1-2 сантиметр, 2, 3, енді келесі жақта 3 нүктеміз тұр ғой, соған тағы да 2 сантиметрден 3 нүкте шығарып аламыз. Енді осыларды бір-біріне қосамыз. Мен кішкене сіздерге көріну үшін кішкене қайталап қалыңқырақ сызып шығамын. Міне көрініп тұр ғой. Енді бұл жерде біз мынаны қырқылап тастаймыз. Алдыңғы частьті. Енді мынаны қырқып аламыз. Мына қырқып алдық қой. Енді мынау әр 2 сантиметрімізді қырқып аламыз. Әрине нумерация қойып шығамыз. Реті айнып кетпеу керек. Міне қырқып алдық. Енді осының астына қосымша
бумага тастаймыз. Осы бумагаға енді осыларды қазір орнатып шығамыз. Арасына 2 сантиметрден қалдырып. Міне қыздар, ендеше кеттік. Міне мынау ажыратып қырққанды кішкене мерден жолдан фиксировать ете тұрамыз. Сөйтеміз да, мынандай қосымша қағазды қоямыз. Мына жерді кішкене сызып аламыз. Жаз болғандықтан маған жоғары жағына өзіңді ашып тұратын сондай свежий түстің болғанын мен қалап тұрмын. Енді қазір осы матаны осы тұрған жерінде запасына қалдырып осылай қырқып аламыз. Ендеше кеттік, достар. Бұны осы тұрған формасын бірінші осылай матаны 2 қабаттап қырқып аламыз. Кейін ішкі өңірін қырқатын кезде уже мынаны склад қылып, жиып жинақталып тұрған кезінде қырқып аламыз. Яғни ол ішкі өңірін обработка жасалып тұрады. Өйткені бұл шифон болғандықтан көкіректеріңізде матаңыз 2 қабат болып тұрғаны әрине жақсы көрінеді. Ал ендеше енді осыны қырқып аламыз. Қырқып жатқан кезде маталарымыз сағанап кетпес үшін әр жерінен булатты қыстырып шығамыз. Енді осыны қырқып аламыз.
Міне мен қырқып алдым. Енді бізде осы нелерімізден әр нүктелердің қосылатын жеріне метка қоямыз, иә. Мына бір нүктеге қабатталу керек. Осы тұрған жерінде меткасын қойып шығамыз. Енді булавканы қағаз бетіне қойсаңыздар болады. Егер бұлай складка жасамаймыз дейтін болсаңыздар, онда бүрмелей салсаңыздар да болады. Мұны мен қазір складкаға орын жасап шықтым. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай әр метканы орын-орнына қойып шығамыз. Және де қойып болғаннан кейін кішкене үтікке басып жібереміз. Қараңыздар, бұл жұқа мата болғандықтан кішкене бетіп складка жасауға сәл формасын бере бермейді. Кішкене сіздерді әбірштіп шаршатуы мүмкін. Сол үшін мына жердің бәрі мынандай бүрме қылып сборкаға істеп қоя салсаңыздар да болады. Енді мен қазір бұның ішкі өңірін қырқып аламын. Ішкі өңірін алдында айтып кеткендегідей мынаның жабық тұрған кезінде қырқамыз. Міне мен ішкі өңірін дайындап қырқып жатырмын. Мынандай етіп складка жабық тұрады, иә. Сөйтеміз де кәдімгідей жаңағыдай запасымен қалған жағы сол несімен алдыңғы сыртқы өңірінің несіне лайықталып қырқылып шығады. Алдыңғы өңірі кішкене өзінің формасын сақтап тұру үшін ішіне жаңағы енін 1,5 сантиметр немесе 1 сантиметр қылып мынандай жаңағыдай дублеринін жапсырып кетсеңіздер болады. Ол кезде уже маталарымыз өзінің формасын дұрыс ұстап тұратын болады. Енді мен әрі қарай бұның жаңағы мына частьін қырқып шығамын, яғни бұл астыңғы часть. Енді осы матаның асты мен үстінің жалғанған жері, мынау жоғары жағы,
ортаға бүрмеге жаңағы көрініп тұр, іркіліп. Енді осыны машинкада сбор ететіп, мынау астыңғы өңіріне турлап шығамыз. И және астыңғы жағында міне ине қыстырып аламыз да. Мына жақта лишний жағы өзі шығады, артығының шықты. Осыны енді машинкада сборка жасап жинап аламыз. Мен сборкасын жасап жатырмын. Астының сборкасы, енді үстінің сборкасы, иық жағының. Енді сборкалайтын жібімізді тартамыз. Машинкадан бастырып қоямыз. Және айландыра осы матаның бәрін бір-біріне біріктіріп құйып шығамыз.
осыны менде екі өңірі шықты. Былай орналасып кетеді. Енді мына частьті орналастырып шығамыз. Екі жоғары жақтағы несін, мына жерін машинкада кішкене бекітіп аламыз, бір-бірінен айнып кетпес үшін. Енді бізде мынау астыңғы частьті, бұда матасы екі қабатталған болады. Бұны бірінші оң бетін орналастырып аламыз. Неге середина ұшын қоямыз. Булавканы қыстырамыз. Тура ортасында тұру керек. Енді осыны машинкада тігіп аламыз. Мен қазір бірінші оң бетін түсіріп алдым. Енді осыған екінші бетін орналастырып шығамыз. Сол кезде мына тігісіміз осы екі матаның ортасында қалып кетеді. Бұны да бүйтіп центрін қоямыз. Булавка қыстырып қоямыз. Сөйтеміз да мынаны тігіп шығамыз. Мен қазір екі несінде тігіп шықтым. Мұны бізде жалғанды. Мен өзім айтқандай, мұны тігісі екі матаның ортасында қалып кетеді. Мен енді осынаған лайықтап, артқы спинкасында екі қабаттап қырқып алдым. Мұны бір қабаты, екінші қабаты. Менде бұның мойнына жаңағы дублерин қойып шықтым. Мына қараңыздар, өзінің формасында дұрыс тұру үшін. Енді осының бірінші мойнын тігіп шығамыз. Тігіп алдық. Енді бұның ішке қарап тұратын өңір жағына матасы тігіс тігілген нелерімізді майыстырамызда. Сол жерден 0,1 тігіп шығамыз, чтобы ішкі матасы сыртқа қарай шыға бермес үшін. Тағы да бір айта кететін нәрсе, мынау мойын ойындысындағы қатты айналма болып тұратын жерін қайшымен қайшылап аламыз. Тігістерімізді 0,1 жеткізбестен. Әдемі бастырып шығамыз. Менде мойын
дайын болды. Үтікке басып жіберемін. Міне үтікке басылды. Енді осыған алдыңғы өңірін алып кеп иықтарын жалғап шығамын. Алдыңғы видеодағы көйлектің переделкісін көрсеткендегідей, енді артқы бойдың ішіне қойып, алдыңғы өңірін осыған қойып жауып жібереміз. Сол кезде біздің тігісіміз екі матаның ортасында қалып қояды. Бұлақты міндетті түрде қыстырып аламыз. Сөйтеміз де мынандай етіп жауып шығамыз. Енді осыны машинкада басып шығамыз. Иыққа запастарыңызды қанша қалдырған болсаңыздар, соншалықты сантиметрде тігіп шығамыз. Менде былай болып шықты. Мына қараңыздар, екі бетінде де бірдей болып тігісі матаның ішкі жағында қалып қойды. Енді келесі иығында дәл солай етеміз. Міне менде екінші иығы да дайын болды. Қараңыздар. Мынау кішкене дұрыс тігілмей кетті. Мына жерде мынандай болып кішкене шығып қалдыны көріп тұрсаңыздар. Мен бұны қазір сөгіп, қайтадан тігіп жіберемін. Мына жаққа келіп до конца тұру керек. Міне менде енді дұрыс шықты. Мына екі иығы, Енді былай қарай сызықтарын біріктіріп шығамыз. Айландыра бекітіп аламыз. Міне менде алды арты дайын болды.
Енді осыған жеңімізді орналастырып жағына, яғни юбка жағына көштіме. Мына менде плессированный юбкасы өзінің бұрынғы. Мен қазір бұны астындағы подкладкасынан бөлек сөгіп алдым. Және де подкладкасын размерін де мен өз беліме қарай турлап кішкене ықшамдап алдым. Енді мына плессировкасына мен екі қатар машинка тігісіне тігіс жүргізіп, жаңағы өзімнің бел размеріне қарай туралап жинап шығамын. Екі қатар міндетті кеудесі, мынау етегі, мен айтқан плессированный етегі мына қойып шықтым. Беліне кішкене резина қойдым. Қараңыздар, енді мен тек жеңін қойып шығамын. Жеңін әрине қызылдан емес, горошканың өзінен қоюды шештім. Жоғар жағы полностью жаңағыдай ашық цвет болып тұрсын деп. Мына қараңыздар, кремовыйға қоңыр горошка түскенмен қызыл сочетаниясы өте әдемі әрі богатый көрінеді. Енді жеңінің дизайны мынау қолтық ойынсынан 4 сантиметрдей түсіреміз. Содан мына серединасымен бірге өлшеп аламыз. Мынадан мынау жеңнің орта сызығына дейін менде 30 болып тұр. Осы 30-ды енді 6-ға бөліп шығамыз. Орталары 6 сантиметрден болады. Және мына жағында тура солай, мына 4 сантиметр түсіреміз. Тағы да мына 30, 6 сантиметрден бөліп шығамыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5 жаңағы не шығады. Ортасын сызамыз. Енді мынау әр белгілеп алған нүктемізге сызықтарымызды жүргізіп шығамыз. Міне бізде мынандай болып сызықтар шықты. Енді осының бәрін қырқып шығамыз. Середина сызығын сызамыз. Жеңді екі бүктеген күйде лекаламызды мынандай етіп қиып тастаймыз. Мына жердің қиып алып тастаған биіктігі 3 сантиметр көтеріп барып қиып тастаймыз. Сол кезде жеңіміз біздің мынандай формада шығады. Енді мына жерден төмен қарай 4 сантиметр аламыз. Мына жағынан да солай 4 сантиметр аламыз. Енді осы 4 сантиметр түсірген нүктемен мынау жоғарғы нүктемізді алып, осыны бөліп шығамыз, теңдей етіп 5 бөлікке. Мынаяғында бөліп аламыз. Менде общий 30 шығып тұр. 7,5-7,5-нан бөліп аламыз. Енді осы сызықтарды мына төменгі нүктемен қосып шығамыз. Бізде 1, 2, 3, 4 деление болды. Енді мына шетінде дәл солай етеміз.
мына осы деленияларды енді аяғына дейін 0-ға дейін жеткізбей қиып аламыз. Қағазымыз бөлініп түсіп қалмау керек. Ілініп тұру керек. Мынау бізде жеңнің орта сызығы. Бұны біз до конца қырқып аламыз. Мына жең екіге бөлініп кетті. Енді мына жартысын қырқып шығамыз. Мына бізде мынандай нәрсе пайда болды. Енді осының арасына дополнительный қағаз қоямыз. Шекемізді осыны қырқып аламыз. Мына қыздар, мен қазір бұны қосымша қағаздың үстіне орналастырып шықтым. Мына қараңыздар. Енді тура осыны мата бетіне қойып қырқып ала саламыз. Бізде тек мына жақтары ғана қырқылады. Корошка матаның бетіне қойып алдым. Менің матам екі қабатталып тұр. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осыны айландыра қырқып аламыз. Міне мен қазір екі жеңді де қырқып алдым. Енді бұл бізде былай жиналады. Бағана екі жеңді біз ортасынан бөліп тастадық қой. Сол жер былай кеп қосылады. Мына жақтарыңыз мынандай бір неге тұра береді. Ал енді аяқ жағын қайырдым. Үтікке басып шығамыз. Мынау біздің бір серединамыз. Осыған қарай қазір астыңғы серединадан бүйтіп жиналу керек. Мен сізге былай көрсете салайын. Мына жермен оберлоктадым. Мына жақта бізде былай болып жең шығады. Мына жеңнің формасы енді түсінікті болған шығар. Мына жаққа жеңге тігіліп кетеді. Мынау жеңнің астыңғы бөлігі. Сол кезде жеңдеріміз мынандай болып шығады. Мына жеріне мынандай қылып лентасын өткізе саламыз. Мына қыздар, менде көйлегімнің переделкасы бітті. Мен жаңа шығарған жеңім фасоны. Мен бұның сборкасының үстіне мынандай қылып қызыл ленточкамен жаңағы байлап шықтым. Мына бағана ортадағы ашылған жеріміз. Мына иық жақтан бір 6-7 сантиметрін кішкене қосып тігіп алсаңыздар да болады. Егер иығым қатты ашылып кетпесін десеңіз, жалпы тікпесеңіздер де болады. Мынау бізде жең. Мынау алды. Мына етегі. Енді жаз бойы рахатыңа киіп шығуға болады. Ал достар, құрбылар, қыз-келіншектер, келесі видеода жолыққанша сау саламат болыңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмаңыздар. Ол үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.